Құрметті достар, құрметті қазақстандықтар, мен дабыл қатын кеп тұр. Осыдан бір жарты сағат бұрын ғана маражламайтын әйелмен хабарластым. Қаңтардың 4-нен бастап Маражламбаев дәл бүгінгі күнге дейін әлі хабарласпаған. Өзіңіз білесіздер, Маражламбаев бір емес бірнеше рет аштық жариялаған болатын. Осы соңғы аштығы 4 қаңтардан бастап аштық жариялаған болатын. Сол күннен бастап әлі осы күнге дейін үйіне хабарласпаған. Осы мен неке 4 қаңтардан бастап санағанда бір айдан асып кетті. Біз дереу Степногорск қаласына барып, Марат Жыланбаевтың қал-жағдайын білуіміз керек. Тірі ме, тірі емес пе, әлі белгісіз. Себебі жұмасына бір рет хабарласатын Марат Жыланбаев әлі хабарсыз екен. Бізге әрине қолдау керек, ол қолдау қаржылай қолдау. Ол қаржы тек қана біздің жолымызға ғана емес, біздің қорғаушыға да төлейтін қаржы. Тез арада бізге жолға қаржы жинап, Марат Жыланбаевқа барып, қал-жағдайын білуіміз керек. Марат Жыланбаевқа бостандық талап етеміз. Алға Қазақстан!